Салмағы 20 ньютон денені 60 сантиметрге биіктікке көтергенде атқарылған жұмысты табыңыз дейді. Берілгені салмақ 20 ньютон, биіктік 60 сантиметр, табу керек жұмыс. Х-ға айналдырайық. 100-ге бөлеміз, 0,6 метр болады. Талдау. Жұмыс деген ол күш көбейту, орын ауыстыру. Күш біздің жағдайда ол дененің салмағы. Орын ауыстыру бізде биіктік, h. Сонда А деген бізде P көбейту h болады. Шешуі. А тең болады 20 ньютон көбейтілген 0,6 метр. 12 джоуль. Жауабы 12 джоуль. Ат арбаға 100 ньютон күш жұмсап 3 метр секунд жылдамдықпен тартады. Ат қандай қуат өндіреді? Берілгені 100 ньютон күш, жылдамдық 3 метр секунд, табу керек қуат. Талдау. Қуат табу үшін жылдамдықпен күшті көбейтеміз. Шешуі. 100 ньютон көбейтеміз 3 метр секунд. Сонда бізде 300 ватт. Жауабы өндірілген қуат 300 ватт. Қуаты 5 киловатт мотор массасы 4 тонна жүкті 20 метр биіктікке қанша уақытта шығарады? Берілгені қуат 5 киловатт, масса 4 тонна, биіктік 20 метр, G қажет болады, ол 10 ньютон килограмм деп алайық. Табу керек уақыт. Х-ға айналдырайық. 4 тонн ол 4000 килограмм. Талдау. Қуат деген ол жұмыс бөлу уақыт. Жұмыс деген ол күш көбейту, орын ауыстыру. Күш ол бізде mg, ауырлық күші. Орын ауыстыру ол бізде биіктік. Сонда біздің формуламыз аның орнына mgh бөлу т болады. Сосын пропорциямен т мен n орын ауыстырамыз. Сонда уақыт табу үшін mgh бөлу қуат деген формула шықты. Шешуі. Сонымен уақыт табу үшін масса бізде 4000 килограмм, G 10 метр, H 20 метр, қуат 5 киловатт ол 5000. Тең болады 160 секунд. Жауабы 160 секунд. Уақытты көтереді.